Саламатсыздар, қазақ тілі пәні 14-ші сабақ. 52-ші жаттығу мәтінді оқы. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды. Екіншісі оның мойнына шек байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Алима әже балаларға ұрсып, мысықты босаттырды. Сосын бәріне іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы деп кейді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады. Фариза Оңғарсынова. Балалар, мәтін не туралы? Мазмұнын айтып көрейікші. Мәтінге ат қойайық, мәтіндегі негізгі ойды анықтайық. Балалар нені дұрыс істемеді? Олардың әрекетіне өз пікіріңді жаз. Балалар, бұл жерде мәтіндегі балалар тәртіпсіз балалар екен, балалардың жасаған істері дұрыс емес. Егер Алима әже балаларға ұрсып мысық босаттырмағанда, мысық өліп қалар еді. Балалар тәртіпсіз әрі мейірімсіз екен. 53-ші жаттығу. Мақалдарды көркем жаз. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы. Ал балалар, бұл барлығы да әдептілікке, тәртіптілікке байланысты мақалдар екен. Балалар, қатесіз көркем жазамыз. Азат жолдан. Келесі бізде 54-ші жаттығу. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құра. Құрағаның көркем мәтін екенін дәлелде. Оқиғаның басталуы, оның әрі қарай дамуы, оқиғаның аяқталуы. 54-ші жаттығу. Жаралы үйрек. Есіл баяу ағып жатыр. Аспан ашық екен. Бір топ үйрек ұшып келеді. Кенет мылтық дауысы естілді. Бір үйрек су бетінде қалды. Сықақ үйректі аяды. Жаралы үйректі үйіне әкелді. Біраз күннен кейін үйрек жазылды. Ұшатын халге де жетті. Ол көп ұзамай ұшып кетті. 55-ші жаттығу. Жоспар мен суреттердің көмегімен жасанды табиғат, өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындау. Жоспарды толықтыр. Жасанды табиғаттың өлу себептері, адамзаттың оларға тигізетін ықпалы, табиғи апаттардың болуы. Жалпы балалар, жанды табиғатты өлі табиғатқа айналдыру, ол аз ғана уақыттың еншісінде. Мысалы, ағашты алар болсақ, олар өседі, қоректенеді, тыныс алады. Оны суарып, күтіп баптаймыз. Егер ағашты кесіп немесе сындырып тастасақ, ол өлі табиғатқа айналады. Қияр да солай, ол да жерде өсіп тұрған кезде тірі табиғатқа жатса, оны қоректену үшін жұлып аламыз. Құстың ұясындағы жұмыртқаларына ешқандай зиянды әрекеттер болмаса, одан балапан шығып өседі. Ол тірі табиғат. Оған адамдардың немесе табиғат құбылыстарының кері әсер етсе, ол да өлі табиғатқа айналады. Жанды табиғатты қорғау біздің парызымыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмаш, арнамызға қосылып, лайк басуды ұмытпаңдар.